Сәлем достар, бүгін біз сіздермен бірге жаңа жылдық немесе мерекелік дастарханға керемет үйлесетін, өте дәмді әрі тойымды салат дайындайтын боламыз. Ол үшін біз бірінші ыдысымыздың үстіне осылай кальцоны қоямыз да, суға піскен тауық етін алып, оны осылай майдалап туралынған күйінде салып шығамыз. Сосын оның үстіне майонез саламыз. Және де майонез салғанда көп салмауға тырысыңыз, қатты көп болып кетуі мүмкін. Сосын тұздалған қиярды осылай майдалап көбіктеп тураймыз да, оларды да салып шығамыз. Кейін тағы да майонез саламыз. Сосын кукуруза, одан кейін де майонез салынады. Сосын біздің суға піскен жұмыртқаны да осылай салып шығамыз. Сіз бұл жерде жұмыртқаны көбіктеп турасаңыз да болады. Не болмаса мен сияқты ақ уызын мен теркадан өткіздім, ал сары уызды көбіктеп турап шықтым. Солай салсаңыз да болады. Енді бұл жерде өз қалауыңызға байланысты. Одан соң барлығын салып болған соң, одан кейін майонез салынбайды. Сосын біздің сырды теркадан өткізіп, бетін жақсылап салып шығамыз сеуіп. Біздің өте дәмді әрі тойымды салатымыз дайын. Салат жаңа жылдық немесе мерекелік дастарханға керемет үйлеседі. Дайындап көріңіз, ас болсын.